Қазақстанда сатылатын су жаңа көліктердің саны автосалондарда күрт азайып кеткен. Еліміз былай тұрсын, тіпті әлемде жаңа темір тұлпарға қол жеткізгісі келгендер арманына айналған автомобильді айлап күтуге мәжбүр. Себебі ақш, Азия және Еуропа мемлекеттерінің автоконцерндерінде өндірісті қысқартып, тіпті тоқтатып та жатыр екен. Ресми дилерлердің мәлімдеуінше, бұған дүние жүзіндегі микрочиптердің тапшылығы негізгі себеп. Көліктерге микрочиптердің қажеті қаншалықты? Бұл жағдай автомобиль нарығына қалай әсер етті? Толығырақ алдағы бейнематериалда. Микрочип бұл электронды есептеу құрылғысы. Ол көліктегі парктроник, рульдің гидрокүшейткіші, тежегіш жүйесі мен басқа да функциялардың жұмысын дұрыс атқаруына аса қажет дүние. Адамдар карантинға кеткен кезде осы үйде қолданатын техника және де компьютер солардың бәріне сұраныс өте жоғары болды. Сондықтан электронды микрочип шығаратын зауыттар өндірісін ауыстырды. Және де автокөлікке сондықтан жаңағы электрондық микрочиптар тапшылық болып тұр. Әлемдік брендте техника өндірушілермен қоса машина құрастыратын зауыттар да қымбат құрылғыны сатып алуға мәжбүр. Бұған дейін әлемдік нарықта бір чиптің құны 20 цент болса, қазір $20. Ал бір автокөлікті құрастыруға оның 300-ден бастап 3000-ға дейін данасы қолданылады екен. Дағдарыс басталған кезде нарықта автомобильдерге деген сұраныс күрт азайып кетті. Біршама уақыт өткен соң сұраныс бірден көбейді. Менің ойымша алдағы жазда жағдай тұрақталып, клиенттерге жаңа көліктерді таңдау мүмкіндігі көбірек ұсынылатын болады. Жаңа көліктердің тапшылығы мен олардың қымбаттауына Қытай мен шекарадағы логистикалық проблема әсер еткен. Тасымалдайтын контейнердің де бағасы өскен. Автонарықтың осындай дағдарысқа ұшырауына байланысты ресми дилерлер қолданылған көліктерді сатып алуды ұсынуда. Ол автокөліктердің бәрін біз техникалық және де заңды түрде әкелінген бе, таможенный төленген бе, соның бәрін тексеріп береміз. Нұрсұлтандағы Майка Астана автоорталығында құны 3 миллион теңгеден басталатын түрлі үлгідегі машиналарды клиенттерге ұсынып жатыр. Ақысын несиеге рәсімдеп немесе бөліп төлеуге болады. Мұнда өз көлігін сатуға, алмастыруға, немесе басқасын сатып алуға, сондай-ақ тіркеуге қоюға және техникалық паспорт, мемлекеттік нөмірмен сақтандыру полисін рәсімдеуге мүмкіндік бар. Мақсат Жақсыбайлы, Руслан Тілеубердиев, Информбюро, Нұр Сұлтан.